Сәлем достар, сәлем барша телекөрермендер, біздің YouTube арнамыздың көрермендері барлықтарыңызға жаңа бір жобамен таныстырған жөн санап жатырмыз. Яғни жергілікті Қайсар футбол клубын қолдау мақсатында және де барша осы жанкүйерлер мен футбол басшылығының, футбол құрамының, жалпы футболшылардың арасындағы байланысты нығайту мақсатында осындай арнайы бағдарламалар жол тартып жатыр. Олай болса, біздің алғашқы бағдарламамыздың қонақтарымен таныс болсаңыздар, Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы Шәрібек Ерасыл бауырымыз, қош келдіңіз. Және де біздің осы соңғы 10 жылдық көлемінде тұрақты түрде, белсенді түрде деп айтсақ та болады, жанкүйер болып жүрген біздің бауырымыз Каденов Жанболат, қош келдіңіздер. Олимпиад Қазақстан чемпионатында осы Қайсар футбол клубы бұл жергілікті жастармен қандай деңгейге дейін барады? Сол баяғы 6-лық 7-лікте ме, әлде мүмкін одан да биікке көтеріле ме? Сол туралы. Армысыздар, ең алдымен. Биыл енді өздеріңіз білесіздер, Қайсар футбол клубында жаңалық өте көп. Ең алдымен айтайын, желтоқсан айында жергілікті бапкер Сұлтан Әбілдаевты тағайындадық. Осы Қайсар футбол клубы үшін аңыз адамның бірі ғой. Мансабының бәрі тұтастай осы Қайсарда өткізген маман өңір футболының қыр-сырын біледі. Енді осы маманның көмегімен біз осы биыл премьер-лигада құдай қаласа 14 наурызда бастайын деп жатырмыз. Енді басы сәтті болады деген ойдамыз. Енді одан бөлек өздеріңіз білесіздер, команда 80%-ға жаңарды. Былтырғы құрамынан бірнеше футболшымыз өзге командаларға ауысты. Ең қуантатыны жаңа жергілікті бапкер осы Қызылорда тумасының ойыншыларына мүмкіндік бергені. Осы ең алдымен қуантады. Қазір Қазақстан чемпионатында 14 команда болса, біз жергілікті футболшыларды қосу жөнінен Тараздан кейін 2-ші орындамыз. Яғни өзіміздің жергілікті футболшылардың көмегіне жүгінетін бірден-бір клуб ретінде саналып тұрмыз. Енді өзім дегенде өгіз қара күшім дейді ғой. Енді өзіміздің жігіттер енді аянып қалмас деген ойдам. Одан бөлек тағы да бір айта кететін жаңалық, біз биыл 4 қана легионерді қатарға қостық. Бұл да бір енді 4 адамның атын айтуға бола ма? Атын айтып кетейін. Енді біз легионер таңдауда ең алдымен бір ескертетін жайт, біз өз елінің ұлттық құрамасында ойнайтын футболшыларды қатарға қосқанды құп көреміз. Бұл жөнінде енді Литва құрамасының шабуылшысы Каралис Лаукжеместі айтуға болады. Сол Литва құрамасының негізгі шабуылшысы, негізгі құрамда ойнап жүр. Одан бөлек Черногориялық қос футболшыны қатарға қостық. Сол Йован Шадженовичтің жерлесі Стефан Денкович деген ойыншыны биыл команданың сапына қостық. Денкович еуропалық белді клубтарда ойнаған, Сербияның чемпионатында өзінің жақсы қырынан таныдық. Одан кейін атақты Лион футбол клубының түлегі биыл бізде ойнайды. Ол кім десеңіздер, Усман Ындойе. Өткен жылы Молдовияның Шериф командасында капитан командасы болған, нағыз лидер ойыншы. Оны біз командаға қосылған сәттен сондай жақсы қырынан көрініп жатқан жайы бар. Енді бұл Иван Граф кеткеннен кейін сол жаңағындай нені қорғанысты күшейтеді деген ойда осы биыл қатарға қостық. Одан бөлек бізде енді экономикалық одақтың футболшылары бізде легионер шетелдік ойыншы есебінде саналмайды. Бұл яғни Белоруссия, Ресей, Армения, Қырғызстан елінің өкілдері. Біз Егор Потаповты қостық, ресейлік. Одан кейін Сергей Карпович, бұл Белоруссия құрамасының ойыншысы. Енді Армения құрамасының тағы да бір ойыншысы келді, жаңадан Гегам Кадимен. Екінші Барсегян деп те аттасақ болады, өйткені Гегам өткен жылы Белоруссияда ең үздік ойыншы болды, ең үздік легионер болды. Неман клубында 29 ойынға қатысып, 12 гол және 6 голдық пас берген, ең командасының лидері болды деген, үздігі. Осындай кішігірім жаңалықтарымыз бар. Одан бөлек ең айта кететін жағдай, біздің Қызылорда футбол жанкүйерлерінің ең сүйікті ойыншысы Мақсат Байжанов биыл қайта команданың сапынан көріп отырмыз. Яғни капитан бола ма Мақсат? Мақсат Байжанов енді капитандық міндетті командалас інісі Думан Нәрзілдаевқа табыстап жатыр. Өйткені менің жолымды берсін деген ниетпен осы Думанға капитандық повязка дейміз ғой, міндетті сол Думанға артып отыр. Биыл енді команданы Думан Нәрзілдаев бастап шығатын болады. Енді сіздің ойыңызша осы бір ойыншылармен біз
үздік бестіктің қатарында көрінеміз бе? Биылғы негізгі мақсатымыз біз Қазақстан кубогында тағы да сәтті ойнау. Сол кубокты жеңіп алып, Еуропа лигасында екінші мәрте қатысу біздің басты мақсатымыз болып отыр. Одан бөлек енді Олимпиад Қазақстан чемпионатында да біз енді өз жанкүйерімізді қуантуға тырысамыз. Әрине, жоғары орынды кім алмасқа. Үздік бестіктен көріну деген ойымыз да бар. Тағы бір айта кететін жайт, Стойчо Младеновтың кезіндегі тактика мен Сұлтан Әбілдаевтың кезіндегі тактика қазір өзгерді десек болады. Қазір біздің команда нағыз жаңа шабуылдық деңгейді қолға алып жатыр. Құдай қаласа көп голдар соғылады деген ойдамын. Рахмет. Енді мен сұрақты ары қарай келесі қонағымызға берейін. Бірақ енді тағы да бір ақпарат бере кетейін. Осы біздің жаңа жобамызды, YouTube арнамыздағы жаңа жобамызды қолдаушы облыстық жастар ресурсы орталығы және Қайсар футбол клубы арнайы алғыс білдіреміз ол кісілерге де басшылық тарапынан. Және де осы жастар орталығы мен Қайсар футбол клубы арасында жақында меморандум отырған болатын. Яғни меморандум аясында осы фан-клуб жобасын жандандыру мақсатында. Яғни біздің жанкүйерлеріміз онсыз да көп, білеміз барлығымыз, бірақ сол жанкүйерлерімізді одан әрі сан арту мақсатында, сонымен қатар осы мына жанкүйерлермен футболшылар арасындағы тығыз қарым-қатынас, басшылық құраммен тығыз қарым-қатынас, көптеген жанкүйерлердің ойында жүрген сұрақтарды сөз ішіне керек, біз ақпараттарды көп ала алмай жатамыз. Жанкүйерлер теріс пікірде болып жатады кей кезде, бір-бірімен пікірлері келіспей жатады. Сол үшін осы бір ашық сұхбат, яғни кері байланысты орнату мақсатында түрлі осындай әлеуметтік желідегі жобаларымыз болсын, я болмаса мастер-класстар, семинарлар, мүмкін кездесулер өткізе жатармыз. Алдағы уақыттың еншісінде қалдырайық оны. Енді жанкүйерлер темасынан ауытқымаймыз, тақырыбынан. Енді Жаке, өзіңіз енді жаңа сұхбат алдында бір-біріне сөйлескен кезде соңғы осы 10 жылдық көлемде тұрақты түрде, белсенді түрде жанкүйермін деп атап өттіңіз өзіңізді. Енді биыл Қайсардың қарқыны қандай? Жанкүйерлер көзімен қарап. Осы алып жатырған сөзінше керек футболшыларымыз сізге ұнап жатыр ма негізі? Биылғы қарқын тамаша негізі. Неге десеңіз, Младеновтың кезіндегі сбормен осы биылғы сборды салыстырып көрсеңіз, жер мен көктей 4 победа бар екен биыл сборда. А Младеновтың кезінде тек бір ғана болды ғой, победа. Бірыңғай ұтылды. Яғни оқу жаттығу кезінде Младенов көбіне ұтылды ойын. Биыл дайындығы жақсы. Ойыншылардан Гегам Кадымян мен Сергей Карповичтен үлкен үміт күтемін. Өйткені Сергей Карповичті былтыр карантин басталған кезде, бүкіл елдің чемпионаты тоқтап қалған кезде, только Беларусь қана ойнады ғой. Бүкіл әлем сол Беларусияны көрді. Мен де сол кезде Беларусияның чемпионатын көргенімде Карповичтің ойыны қатты ұнаған. Бірыңғай основада ойнайды екен ол жігіт. Левый защитник. Сол жігіт осы Қайсарға келді деген кезде мен қатты қуандым. Сосын Инстаграмды тауып мен жаздым. Сені былтыр қарағам, былтыр байқағам, сені қуанып отырмын сен келгеніңе деп. Сосын Кадымяннан үлкен үміт күтемін. Өйткені кеше алдыңғы күні бір әлеуметтік желіге бір жаңалық шықты. Біреулермен сөйлескен екен қызылордалық Кадымян. Мен Армениядағы нөмір 1 ойыншымын деп. Даже Мхитарян мен Барсегянды айтпаған. Мен олардан озып кетемін деп сөйтіп айтыпты. Өзіне өте сенімді айтыпты. Сондықтан соны күтіп жүрмін енді, ол сол нәрсеге лайық па екен, сөзіне тұра ма екен сөзінде деп. Соңғы сұрақ есебінде осы бүгін бағдарламамыздың. Осы Таразбен кездесетін ойын, соңғы ойындарын бәрін қарасақ, Қайсар футбол клубы мен Тараздың ойыны 1-1, 2-1, 1-0 деген сияқты есепте тіркелген. Және де Тараз осы Қызылордаға келсе міндетті түрде гол салып жүр бізге. Бізден ұпай алып кетеді. Бізден ұпай алып кетіп жүр көбінесе. Бір ұпай болса да алып кетіп жүр да. Енді ертеңгі осы 14 наурыз күні өтетін ойын сіздер үшін қандай счет тіркелмек? Болжам енді. Енді бұл букмекер ешқандай қатысы жоқ. Тек өздеріңіз ойындарыңыз. Сіз енді таза енді футболистердің жанында жүргеннен кейін мүмкін осылай болады шығар, сіз жанкүйерлер көзімен айтсаңыз. Енді Жанболаттың пікірін білейік. Енді қанша дегенмен енді команданың жанкүйер ретінде пікірі маңызды ғой біз үшін. Жанболаттың Тараз командасы негізі ыңғайсыз соперник бізге. Қайсарға өз любой команданың, кез келген команданың өзінің ыңғайсыз сопернигі болады. Соның бірі Тараз.
ничья болады деп өйтіп не қылмай ақ қояйын, минимальный счетпен Қайсар ұтады деп ойлаймын. Өйткені ол жақта көп ойыншылар кетіп қалған. Сосын былтырғы Жетісуда ойнаған екі легионер, өте жақсы легионер, Адамович пен Эуженио келіп, солар істеп кетуі мүмкін результатта. Ал бізде Денкович пен кімге сенеміз? Балаужановичқа сенеміз. Минимальный счетпен Қайсар ұтады деп ойлаймын. Енді қарсылас команда сыйлаған дұрыс шығар, бірақ дегенмен мен өткенде осы келердің алдында бір информацияны оқып қалдым, ақпаратты. Енді барлық жанкүйерлерге жақсы шығар. Қожа Ахмет Инсайт деген қазір негізгі жаңалықтың көзіне айналды ғой. Қазіргі таңда Таразда бір мәселе туындап тұрған секілді. Ол жаңағы легионерлерге байланысты. Адамович, Эуженио виза ала алмауына байланысты команданың қатарына қосыла алмай жатыр. Осы бізге бірден бір жаңағындай ертеңгі ойында ол ойнамай қалуы мүмкін деген сыбыс бар. Ол енді қаншалықты рас, қаншалықты бұрыс деген не сауал туындайды осында. Енді Қожа Ахметтің енді болжамы бойынша ғой енді. Енді бұл мұндай жағдай болса енді бізге бір жағынан мүмкіндік есебінде қарауға болады. Енді бізде қазір команда 100% дайын. Енді бір-екі ойыншымыз сәл денсаулығына байланысты бұл ойында тіс жіберуі мүмкін, бірақ айтпай қойын дегенмен уақыт көрсетеді. Енді Қайсар минималды деп қалдық қой, бірақ сөзінің басында мен айттым, Қайсар биыл шабуылға көп көңіл артады. Енді менің ойым бұл ойында Қайсар кем дегенде 2 гол соғатын секілді. Өйткені Өркен Маханның, Шоқан Абзаловтың біз қарқын кешеді. Түркиядағы оқу-жаттығу жиын барысында байқадық қой. Сол өзіміздің жергілікті ойыншылар осы ойында толығымен алып шығады деген ойдамын. Кем дегенде біз командамыз 2 гол соғатын қауқары жетеді Таразға. Енді Таразда енді қазір оларда кем 4-5 ғана ойыншы, шетелдік ойыншы есебінде не болды? 18 футболшы жергілікті футболшы ғой енді. Оларда да жаңағыдай қазір бапкерлік ауысып, Вардан Минасян келіп жатыр. Енді 100% бір команданы дайын деп айта алмаймын да қазіргі таңда, өзімнің ойым, жеке ойым. Сондықтан Қайсардың жеңісіне мен 100% демей қойын, 90%-на сенімдім ұтатынына. Енді жеңіс тілейік Қайсарға, бірақ енді мен де енді Қайсар футбол клубының жанкүйер есебінде де мен де жанкүйерім ғой енді. Сөздің шыны керек, жаңағы екеуі де гол салады деген болжам бар. Менде екеуі де гол салады деген өте жақсы нәрсе. Бірақ енді сіздер сақ күтпеңіздер, бірақ енді біздікі болжам, жай ғана ұсыныс, ой, пікірімізді айтып жатырмыз. Енді ұсыныстарыңыз болса, бір қорытындылай кетсек бағдарламаны. Карантиннен кейін 1 жыл болды біз футбол көрмедік. Кәдімгі живой футбол көрмедік. Сол енді мінекей мүмкіндік туындап тұрған кезде Қайсардың ойыншыларынан сұрағым, ашық, керемет футбол көрсетіңіздерші деп сұрағым келеді. Енді жанкүйерлердің айызы қанып көретін, неше күн бойы айтып жүретін. Воскресенье ойын болды ма, понедельник кешке дейін айтамыз ғой, мысалы сол ойынды. Сөйтіп айтып жүретін ойын болса екен деймін. Жергілікті футболшылар көтеріліп, басқа да команда биік-биік үлкен командаларға барса, осы биылғы результатымен көтеріліп кетсе екен деген тілегім бар. Тамаша. Енді айтайық, енді биыл біздің клубтың директоры Серік Құттыбайұлымен біршама жұмыстар, жоспарлар жасақталды. Ең алдымен біз осы өзіміздің жанкүйерлерді қуантайық деген мақсатымыз, жоспарымыз бар. Рахмет, сұхбатқа келгендеріңізге көп рахмет. Және де барша көрермендерге айтарымыз, сіздерге де мен сәл ғана осы жастар орталығы менің тарапымнан бір сыйлық болсын. Егер де осы біздің видеоны тамашалап отырсаңыздар, төменге пікірге қалдыра кетсеңіздер, ертең Қайсар мен Тараздың ойыны сіздердің уақыттарыңыз міндетті түрде қаралатын болады. Ойынға дейін осы бағдарламаны көрсеңіздер, қандай есеп тіркелетінін өздеріңіз ойша жазып жіберсеңіздер. Ең алғашқы деген комментарий жазған адамға арнайы орталық тарапынан сый-сияпатымыз бар. Енді шынымен де келіп қолдау білдіргендеріңізге көп рахмет барлықтарыңызға. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Рахмет.